Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мини Рафаэлло пирожныйын дайындаймыз. Маған қатты ұнаған ерекше пирожный десе де болады. Ең сәтті рецепттердің бірі. Жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін керемет десерт. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Онымызға қамыр қопсытқышты және құмшекерді салып араластырамыз. Үстінен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Онымен майымызды біріктіре отырып, крошка жасаймыз. Мінекей крошкамыз дәл осындай болуы қажет. Енді үстінен бір жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жүп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып, астына ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелек қылып жайып аламыз. Одан кейін осындай формамен ойып аламыз. Және шетіндегі қалдық қамырларын алып, дөңгелектеп қайтадан қойып қоямыз. Ол қалған бөлігінде жайып кесіп алатын боламыз. Осындай пирожныйға арналған арнайы формалар болады. Осы формамызға жаңағы ойып алған қамырымызды біркелкі қылып жабыстырып шығамыз. Салмасын дайындаймыз. 20% қаймағымызды саламыз. Үстінен алдын ала өлшенген сгущенкамызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Және ұн салып, біркелкі қылып араластырып жібереміз. Ендігі кезекте кокосовый стружка салып араластырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай формама барлық қамырды жабыстырып дайындап алдым. Ендігі кезекте үстінен дайын салмамызды біркелкі қылып, қатты толтырмай құйып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей осындай қып-қызыл болғанда аламыз. Шетін пышақпен жүргізіп, формамыздан бірден алатын боламыз. Өйткені алмайтын болсаңыздар жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін алу барысында сындырып алатын боласыздар. Сол себепті ыстық кезінде жанын осылай пышақпен жүргізіп, барлық мини Рафаэллоларымызды алып шығамыз. Мінекей қараңыздаршы, сүп сүйкімді кішкентай болып әдемі болып шыққан. Енді әсемдеуге кірісетін боламыз. Бетіне осындай ғана жарты қасықтай сгущенка құйып, біркелкі қылып жағып жібереміз. Сгущенканың орнына ақ шоколадты ертіп құйсаңыздар да болады. Бірақ маған осылай сгущенкамен жасаған өте қатты ұнады, дәмі керемет болды. Ендігі кезекте үстінен осындай кокосовый стружканы біркелкі қылып, әдемі қылып сеуіп шығамыз. Мінекей біздің жүп-жұмсақ, әрі әдемі, әрі дәмді мини Рафаэлломыз дайын болды. Дәл осылай дайындап, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.